10-шы есеп. Екі ыдыста 3500 мл су бар. Егер бірінші ыдыстан екіншіге 650 мл су құйсақ, екі ыдыстағы сұйықтық теңеседі. Бастапқыда бірінші ыдыста неше миллилитр су болған? Бірінші ыдыста біз басында қанша болғанын білмейміз. Және екінші ыдыста да қанша болғанын білмейміз. Бірақ егер біріншіден екіншіге 650 мл ауыстырсақ, онда ол екеуі теңеседі дейді, және бізде барлығы 3500 мл. Онда біз оны былай шығарсақ болады. Егер барлығы 350 мл болса, және олар теңескен болса, онда ыдыстың әр қайсысында 1750 мл бар. Бірақ біз бұл екеуі теңескенге дейін бірінші ыдыстан екінші ыдысқа 650 мл құйдық. Ендеше біз мынандай кері амал жасаймыз. Екінші ыдыста 1750 мл. Ол басында осы 1750-ден аз болды. Оған 650-ді қосқаннан кейін барып, ол 1750 болды. Яғни кері амал жасап 650 мл-ді азайтсақ, бізде 1100 мл шығады. Яғни 650 мл-ді құйғанға дейін екінші ыдыста осынша су болған. Енді бірінші ыдыстағын табу үшін бізде барлығы 3500 болды. Одан екінші ыдыстағын алып тастасақ 1100-ді. Онда бізде 2400 мл шығады. Яғни нұсқалардың ішіндегі А нұсқасы дұрыс. Біз бұл есепті логикаға салып шығардық. Бұны теңдеу арқылы да шығаруға болады. Теңдеу арқылы шығару үшін біз бірінші ыдыста қанша болғанын білмейміз. Яғни бізде бірінші ыдыс, біз оны x деп белгілейік. Онда біздің екінші ыдысымыз ол 3500 азайтылған x болады. Себебі бізде барлығы 3500-ге тең. Енді бізге айтады, егер бірінші ыдыстан екіншіге 650 мл су құйсақ, яғни бірінші ыдыстан x-тан біз 650-ді алып тастасақ, және екіншіге, екінші дегеніміз ол 3500 минус x, осыған сол 650-ді қоссақ, онда екеуі теңеседі дейді. Яғни біз осы теңдеу арқылы да шығара аламыз. Сонда x азайтылған 650 тең 3500 минус x плюс 650. Енді белгілерін бір жаққа, белгісіздерін бір жаққа жинақтайық. Минус x теңдеудің мына жағына барады да, ол плюс болып барады. Яғни x қосылған x. Ал теңдеудің оң жағында 3500 қосылған 650, және мынау 650, ол да теңдеудің ар жағына қосылып барады. Мұнда азайтылып тұрды, теңдіктің оң жағына қосу болып барады. X қосылған x 2x тең 3500-ге 650 қосылған 650. 650-ге 650-ді қоссақ, ол 1300 болады. 3500-ге 1300-ді қоссақ, ол бізге 4800-ді береді. X-ті табу үшін біз 4800-ді 2-ге бөлеміз. Сонда x тең 2400. Яғни осы есепті біз осындай екі жолмен шығара аламыз. Бұл жерде де дұрыс нұсқасы А болады.